Жасыл экономика еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Сондықтан 2050 жылға қарай елдегі баламалы энергия үлесі 50%-ға жетеді деп жоспарлануда. Бұл міндеттер жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдама арқылы жүзеге аспақ. Осыған орай бүгін қоршаған ортаны қорғаудың өңірлік департамент басшыларына арнайы іскерлік семинар ұйымдастырылды. Семинар жұмысына отандық мамандармен қатар шетелдік сарапшылар да қатысты. Жиналғандарға энергия тиімділігін жоғарылатуға бағытталған шараларды қалай жүзеге асыру керектігі жайлы түсіндірілді. Табиғи ресурстарды пайдалану мен басқару тиімділігін арттыру жасыл экономикаға көшу жөніндегі негізгі басым міндеттердің бірі екендігі айтылды. Сарқылмайтын ресурстар болмайды, сондықтан су мен күннің қуатын жасыл экономикада да тиімді пайдалану үшін халықаралық тәжірибеге сүйену керек дейді мамандар. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамасын елбасы 30 мамыр күні бекіткен болатын. Бүкіл елге жаңағы осы жасыл экономиканың бұл Қазақстанға не береді, қандай тетіктері болады, қазіргі мысалға болып жатқан жағдай әсері, соны саралап келіп, қазір осының шешу жолдарын ұсынғалы отырмыз. Ең бірінші басты мәселе бұл жерде тұрған жалпы осы су тапшылығын жою. Қазақстан жасыл даму астаналық бастамасын әзірлей отырып маңызды қадам жасады деп айта аламын. Осының нәтижесінде Европа мен Азия арасында өзара ықпалдастыққа қол жеткізбек. Оның әлеуеті мен болашағы зор деп бағалаймыз.